Сабақтың тақырыбы: үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті. Зерттеу сұрағы: үйсіндер мен қаңлылар мәдениетінің ерекшеліктері қандай? Бұл сабақта металл өндірісінің негізгі орталықтарын анықтаймыз. Қолөнер бұйымдарының ерекшеліктеріне сипаттама береміз. Үйсіндер мен қаңлылар мәдениетінің ерекшеліктері. Алматыға жақын жердегі Қарғалы қойнауынан үйсін ескерткіші табылды. Мұндағы 2 жүзік, таутекелердің 10 мүсіні, тышқан бейнеленген сырға, қаптырмалар зергерлік өнердің ерекше дамығанын көрсетеді. Бұйымдардың көпшілігі алтыннан жасалған. Ерекше көзге түсерлік нәрсе қарғалы алтын тәтісі. Үйсін, қаңлы тайпаларында ақық, гаухар, перуза секілді асыл тастар моншақ жасауға пайдаланылды. Металл өндіру орталықтары. Шаш-Илақ аймағында қаңлылардың металл өндірісінің ірі орталықтары болған. Мұнда темір, алтын мен күміс өндіріліп, түрлі бұйымдар жасалған. Ерлер мен әйелдердің бас киімі алтынмен безендірілген. Қытай деректерінде қаңлы патшайымының бас киімі алтынмен әшекейленгені айтылады. Ежелгі үйсіндердің шаруашылығында да темір, мыс пен асыл металдарды қазып алу, қорыту және өндіру кең таралды. Қаңлы қалалар мен қоныстарында қолөнер кеңінен дамыды. Археологтар қоныстарды зерттеген кезде қыш ыдыстарды көп кездестірді. Ыдыстар ерекше көркемдік талғаммен істелген. Мысалы, құмыра қақпағының тұтқасы көбінесе жануар мүсіні түрінде жасалған. Қаңлы тайпаларының қыш ыдыстарында қойдың бейнесі кең таралған. Бұл қой олардың өмірінде маңызды болған. Қаңлы қолөнерінің дәстүрлі саласы жүн өңдеу болған. Жүннен иірілген жіптен жылы киім тоқылды. Қой жүннен киіз басылды. Үйсіндерде ыдыстар тамақ ішетін, пісіретін және шаруашылыққа пайдаланылатын болып бөлінген. Тоқыма және сүйектен бұйым жасау ісі дамыған. Мата тоқу үшін қарапайым өрмек қолданылған. Теріден аяқ киім, шалбар, ыдыстар мен ат әбзелдері жасалған. Ал сүйектен түймелер және басқа да ұсақ заттар дайындалған. Үйсіндер туралы қызықты дерек. Үйсіндерде құмыра жасау кәсібі барынша дамыды. Ыдыстар құмырашы ұшықшасында жасалды. Бұл кәсіптің жоғары деңгейде болғанын көрсетеді. Сонымен қатар құмыраларды құм толтырған матаны қалыпқа салып, қолмен жапсырып та жасаған. Өйткені қыш ыдыстың іш жағында және түбінде матаның ізі кездеседі. Салыстырыңдар. Үйсіндер мен қаңлылардың зергерлік өнерінде басқа тайпалардың зергерлік өнерінде кездесетін қандай ұқсастықтар бар? Байланысын табыңдар. Ежелгі тайпаларда мал шаруашылығынан басқа қандай кәсіптер кең тараған? Бұл кәсіптер қазіргі уақытта бар ма? Бар болса, қалай дамуда? Биші-бикеш. Қытай жылнамасында қаңлыларда үлкен және кішкене барабандар, 5 ішекті аспаптар бар. Олар қымыз құмар, өлеңші, биші келеді. Қаңлы музыкасын орындаушы басына қара желек салады, үстіне жібектен тігілген, жеңі гүлденген ұзын көйлек киеді. Биді 2 адам орындайды. Олар жағасы кесталі, қызғылт түсті, жеңі көк, жұқа шапан киеді. Ауы кең шалбар, аяғына қызыл былғары етік киіп, белін ақ белбеумен буады. Билегенде шыр көбелек айналады деген мәліметтер келтірілген. Демек, осы дерек арқылы қаңлыларда музыка өнерінің жақсы дамығанын байқауға болады. Қаңлы биші қыздарының биі туралы Қытай ақыны Бәй Жи жазған биші-бикеш өлеңі бүгінгі күнге дейін жеткен. Жазу дәстүрі. Зерттеуші Абель Ремюза 19 ғасырдың 20 жылдарында ертістегі үңгір ішіндегі және Зырян кеніші маңындағы жазбаларға зерттеу жүргізіп, оның үйсін тайпаларына жататынын болжады. Қаңлы тайпаларында да жазу дәстүрі болған. Қытай елшісі Сыма Цзянь, патша ордасында оның заңдары мен жарлықтары ілулі тұрады екен деп жазған. 2006 жылы оңтүстік Қазақстандағы Күлтөбе қалашығындағы қазба жұмыстары нәтижесінде археологтар қаңлы жазуы бар қыш тақтайшаларын тапты. Сөйтіп, қаңлыларда өздерінің жазуы болғаны туралы Қытай мәліметтері археологиялық дәлелін тапты. Биші-бикеш жырын оқып шығып талдаңдар. Жыр не туралы? Қаңлылардың мәдениеті туралы қандай мәлімет береді?
Сабақ материалдарының негізінде қаңлылардың мәдениеті туралы шағын әңгіме құрастырыңдар. Неліктен халықтарға өз жазуы болғаны маңызды? Үйсіндер мен қаңлылар өздеріне тән бірегей мәдениет қалыптастырды. Ол кейіннен қазақ мәдениетінде өз көрінісін тапты. Сұрақтарға жауап беріңдер. Үйсіндер мен қаңлылар қандай кәсіпшілікпен айналысты? Күнделікті тұрмысқа қажетті қандай бұйымдарды жасады? Бұл бұйымдар олардың өмірі, тұрмысы, мәдениеті мен шаруашылығы туралы қандай ақпарат бере алады? Жарайсыңдар, өте жақсы.